Сәлеметсің бе дейді. Көңіл күйің қалай? Сәлеметсіз бе, көңіл күйім жақсы. Жақсы. Бүгінгі сабаққа дайынсың ба? Иә. Онда бүгінгі сабағымызды бастамастан бұрын үш шапалақ әдісімен психологиялық ахуал қалыптастырып алайық. Онда бастайық. Бірінші, мен бүгін сабақта барлығын түсінемін. Бір шапалақ. Мен бүгін сабақта бәрін түсінемін. Бір шапалақ. Тамаша. Екінші, мен бүгінгі сабақта көңіл күйім тамаша болады. Менің бүгінгі көңіл күйім тамаша болады. Екі шапалақ. Енді мен болашақта керемет азамат боламын. Үш шапалақ. Мен болашақта керемет азамат боламын. Үш шапалақ. Тамаша, Дидар, өте керемет. Енді, Дидар, бүгінгі сабақта сен волейбол доптарымен бағаланасың. Сен жалпы 7 волейбол добын жинау керек. Түсінікті ма? 7 волейбол добын жинасаң, сен өте жақсы деген бағамен бағаланасың. Ондай сабағымызды бастайық. Дидар, біз өткен жолы заттың қимылын білдіретін сөздермен танысқан болатынбыз. Ол сөздер қандай сұрақтарға жауап беретін еді? Не істейді, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Тамаша, Дидар. Сен жауап бергенің үшін саған бір волейбол добын беремін. Енді мен саған кеше поштаңа слайд жіберген болатын. Сол слайдты алдың ба? Иә. Онда слайдтың бірінші беті ашылып тұрған шығар, иә? Иә. Онда слайдтың бірінші бетінде бізде сөздер берілген екен. Сол сөздердің ішінен заттың қимылын білдіретін сөздерді табады екенбіз. Бірінші сөздерді оқып шықшы. Алма машина жүреді, айтады, көк барады. Осы сөздердің ішінен заттың қимылын білдіретін сөздерді тауып берші. Айтады. Барады. Жүреді. Жақсы, Дидар. Сен тапқаның үшін тағы бір волейбол добы. Сенде 2 волейбол добы болды. Енді, Дидар, бүгінгі тақырыпты бастайық. Спорт денсаулық кепілі заттың қимылын білдіретін сөздер. Осы тақырыптарға жалғастырамыз. Енді кітаптың 85-ші бетін ашайық, сауат ашу кітабының. Аштың ба? Иә. 85-ші бетте бізде бірінші тапсырмада қақпашы деген өлең берілген екен. Соны біз мәнерлеп түсініп оқы. Мен сені тыңдайын. Қақпашы, қақпа мен қақпаның арасында көп қашық, бір тыным таппадым. Домалап топ қашып, қуамыз қақпайлап, туралап тебеміз. Тамаша, сенің жақсы, мәнерлеп оқығаның үшін тағы біреу беремін волейболдан. Енді осы өлеңді қаншалықты түсінгенді тексеру үшін біз құпия хат әдісін қолданайық. Слайдтың келесі бетін ашшы. Аштым. Жақсы. Слайдтың келесі бетінде 2 конверт берілген. Көріп тұрсың ба? Иә. Жасыл және сары. Сол 2 конверттің біреуін таңдашы. Жасыл. Жасыл. Қандай сұрақ берілген екен? Оқышы. Балалар қай ойын түрін ойнады? Қандай ойын түрін ойнапты өлеңде? Футбол. Футбол ойны. Өте жақсы. Бұл сұрағың үшін тағы да волейбол добы. Енді келесі бетті тағы ашшы. Келесі бетіне ауыстырамыз. Енді бізде қай конверт қалды? Сары. Сары конверттің үстін баса қой.
Сұрақты оқимыз. Өлеңнен заттың қимылын білдіретін сөздерді тап. Кітаптан қақпашы өлеңінен қимылды білдіретін сөздерді табамыз. Таппадым, қуамыз, тебеміз, келеміз, күледі, біледі. Өте тамаша, Дидар. Қандай керемет зерек баласың. Саған бүгін тағы да волейболдан берем. Жалпы осы уақытқа дейін сен 1, 2, 3, 4, 5 волейбол тобын алдың. Тамаша. Енді Дидар кішкене шаршаған шығарсың, иә? Слайдтың келесі бетін ауыстырайықшы тағы. Ауыстырдым. Бізде 8 түс әті берілген екен. Орнымыздан тұрайық, қане бірінші бастайық. Иіліп оңға, иіліп солға жасаймыз. Жатмайық, сол аяқ, оң аяқ, сол аяқ. Оң аяқ. Жақсы, орныңа отыра ашайық. Қолымызға қаламды алып, бүгінгі күнді жазайық. Әдемі көркем етіп жазайық. Жақсы, енді Дидар кітаптың 86 бетін ашып, 3-ші жаттығуға назар аудар. Аштың ба? Я. 86 беттегі 3-ші жаттығуда бізде футбол, футболшы және волейбол сөздері берілген. Осы сөздерді дәптерімізге көркем етіп жазамыз. Дәптердің шетіне бір саусағымызды қойып, әдемілеп жазайық, жарай ма? Я. Болдым. Енді осы жазғанды маған WhatsApp арқылы түсіріп жібер, иә? Мен сенің жазғаныңды көрдім, өте жақсы жазыпсың. Сондықтан мен саған тағы да бір волейбол тобын беремін. Енді Дидар, слайдтың келесі бетін аша қойшы. Үшін мен саған мен жылдам деген әдіс дайындадым. Ол әдісте сен екі суреттің бір-бірінен айырмашылығын табасың. Жарайды ма? Ол кітапта да бар, және слайдта да бар. Өзіңе ыңғайлы қайсысы, соны таңдап маған айта бер. Біріншісінде екі бала қызыл киім киген, ортасында жазу жоқ. Ал екіншісінде жазу бар. Және біріншісінде баланың аяқ киімі басқаша, екіншісінде басқаша. Ал көк бала кигенде біріншісінде жеңі жуан. Ал аяқ киімі біріншісінде аяқ киімі ақ, ал екіншісінде көк. Және қақпашы біріншісінде қақпаны тозып тұр, екіншісінде ойланып тұр. Жақсы, өте тамаша. Жарайсың, Дидар. Сен тауқаның үшін тағы да бір волейбол тобы. Дидар, сонымен сенде барлығы осы сабақта санайық, иә? Екеуміз. Қане бірге бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Тамаша. Дидар, демек сен бұл сабақта 7 волейбол тобын жинадың. Мен сабақтың басында саған айтып кеткен болатын, не? Егер де сен 7 волейбол тобын жинасаң, онда үздік өте
деген бағаны аласың деген болатын, иә. Мен сені бүгін бас бармақ әдісімен өте жақсы деп бағалаймын. Енді Дидар, үйге жұмыс 85-ші беттегі 3-ші жаттығу. Қайынғы сабақ түсінікті болды ма? Я. Онда жақсы сау бола ғой. Сәлеметсіздер ме? Номер 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің ұжымы. Бітіруші түлек 42-ші Б топ. Білім алушы Жұмаш қызы Мейіркүл. Бүгін ұлым Дидарға қашықтықтан қосымша сабақ өтті. Осы көмектің арқасында менің ұлым сауат ашу пәнінен өз білімін жетілдіре алды. Осындай болашақ педагогтар дайындап жатқан колледжі ұжымына алғысымды білдіремін. Біз біргеміз.